Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздерге түнде адам не үшін терлейді? Түнде терлеу қандай аурудан белгі береді? Қандай факторлар әсер етеді? Солар жайында ой бөлісетін боламын. Егер сізде осы белгілер болса, дер кезінде ем қабылдағаныңыз жөн. Видеоны соңына дейін көріңіз. Қазақ тілді каналыма лайк басып тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Адамдар үнемі терлейді. Бұл норма деп саналады. Осылайша дене артық жылудан құтылады. Алайда егер терлеу көп болса, бұл кейбір аурулардың белгісі болуы мүмкін. Тәулігіне терлеу жылдамдығы 500 мг. Түнде терінің бетіндегі ылғалдың пайда болуы вагус нервімен және парасимпатикалық жүйемен реттеледі. Сондықтан түнде терлеу қарқынды болады. Түнмен терлеп жатқанымызға аса қатты мән бермейміз. Бірақ бұл алаңдайтын мәселе екен. Төсекте жатып терлейтіндер арамызда өте көп. Қалың көрпе жамылған соң терлеу әрине заңдылық. Ал көрпе жамылмай жатып та терлеудің себебін білесіз бе? Мамандар кез келген дәрі ішіп жатқан адам терлейді дегенді айтады. Десе де, дәрісі де, қалың көрпесі де түнімен терлеп жататындаршы. Мұның себебі не? Тер қандай дерттің алдын алу керектігімізді ескертеді. Осы орайда эндокринолог дәрігерлер таңертең терлеп оянуға мына аурулар себеп болады дейді. Гормондық өзгерістер. Әйелдер ерте келетін уақытта себепсіз терлейді екен. Зерттеушілер мұндай жағдайға 80%-нан астам әйелдер тап келеді дейді. Әрине, бұл уақытша жағдай. Етек кеткен соң бәрі қалпына түсуі керек. Ал егер тершеңдік әрі қарай да жалғасса, онда гормонға сараптама жасату керек. Олардың дұрыс бөлінуі, жақсы жұмыс істеуі денсаулығыңызға айтарлықтай ықпал етеді. Дәрі қабылдау. Егер сіз қандай да бір дәрі қабылдап жүрсеңіз де, түнімен терлейсіз. Әсіресе жүйкені тыныштандыратын, ауруды басатын, диабет емдейтін, қалқанша без ауруының алдын алатын дәрілерді қабылдап жүрсеңіз, бұл жағдайға тап боласыз. Негізінде дені сау адам дәрі ішкеннен терлемейді. Сондықтан да дәріні ұсынған дәрігерге жағдайды айту керек. Инфекциялық аурулар. Ағза инфекциямен күресіп жатқан кезде вирусты, бактерияны және дене қызуын шығарады. Бұл кезде ағза тер бөледі. Кейде ұшық шыққанда, туберкулезбен ауырғанда терлейді. Одан бөлек түрлі созылмалы аурулар қозғанда, баспа ауыру басталғанда, жөтел мазалағанда терлейсіз. Алайда сіз ешқандай да инфекциялық аурумен ауырмасаңыз да терлейтін болсаңыз, онда мына аурулардан сақтанғаныңыз жөн. Сізге онкологиялық, неврологиялық аурулар немесе инсульт қаупі төніп тұрғаннан дерек береді. Қандағы қанттың азаюы. Медицина тілінде гипогликемия деп аталады. Ағзада қант аз мөлшерінен азайған кезде де адам терлей бастайды. Әсіресе инсулин қабылдайтындар мен диабет ауруының дәрісін үзбей ішетіндер түнімен терлеп шығады. Қалқанша без қызметінің күшеюі. Қалқанша безде гормонның деңгейі көтерілсе, тершеңдік мазалайды. Бұл кезде дене қызуы көтеріліп, шілте болып терлеуіңіз мүмкін. Иммундық жүйе, иммунитет төмендегенде де адам терлей бастайды. Егер түннің ортасында үсті басыңыз малмандай су болып оянсаңыз, тез арада иммунитетті көтеруге әрекет етіңіз. Өзіңіз білетіндей, иммунитет әлсіреген кезде ағза ауруға қарсы күресу күшінен айырылады. Гормондардың өзгерісі. Ағзаға инфекцияның түсуі. Диабет ауруының алғашқы белгілері тер арқылы көрініс береді екен. Түнде терлеудің тағы бірнеше факторларына тоқтала кетсек. Психологиялық факторлар. Көбінесе түнде терлеу қатты стрессті басынан кешіретін, үнемі жүйке, психикалық аурулары бар адамдарда байқалады. Түнде терлеу бұл депрессияға ұшыраған адамдарға да тән. Оларға ерекше назар аудару керек. Және артық терлеуді емдеумен ғана емес, депрессиямен күресуге де болады. Ауыр ақыл-ой еңбегімен айналысатын адамдар немесе стресстік жағдайларға жиі тап болатын адамдар терлеуге, жұмыс кезінде алаңдауға бейім. Тамақ және су. Олар дененің қалыпты жағдайын сақтаудағы негізгі факторлар. Адам қаншалықты терлеуі диетаның сипатына байланысты болады. Тым ащы,
тұзды, ыстық, майлы тағамдарды жиі тұтынған кезде терлеудің жоғарылауы байқалады. Тамақтанудан кейін терлеудің көп болуы жиі кездеседі. Тәулігіне ішетін судың мөлшері терлеу режиміне әсер етуі мүмкін. Суды асыра пайдаланған кезде организм артық мөлшерден арылуға тырысады. Ал зәр шығару жиілеп, терлеу қарқындылығы артады. Тыныс алу жеткіліксіздігі. Тыныс алу жеткіліксіздігіне байланысты түнгі терлеу негізінен оттегі тапшылығынан пайда болады. Дене ағзадағы оттегінің жетіспеушілігін өтейді. Қан тамырларын кеңейтеді. Органдар мен тіндерге қан ағымын арттырады. Жүрек соғу жиілігін жоғарылатады. Вегетативті жүйке жүйесінің симпатикалық бөлігі. Ол іске қосылған кезде сонымен бірге терлеуді күшейтеді. Бұған бәрі жауап береді. Сондықтан мұндай аурумен ауыратын адамдар салқын термен оянуы мүмкін. Өмір салты. Терлеу сипатына адамның өмір салты айтарлықтай әсер етеді. Тұрақты, үнемі отырумен, сирек жаттығу жасаумен, көмірсулардың көп мөлшерімен, дене майларының жеделдетілген жиынтығымен байқалады. Осыған байланысты дененің сыртқы ортамен қалыпты жылу алмасуы бұзылады. Оны қалыпқа келтіру үшін терлеудің жоғарылауы басталады. Осылайша физикалық белсенділіктің төмендігі түнде көп терлеудің тағы бір себебі болады. Алдын алу. Ең алдымен ұйқы кезінде өмір салтыңызды өзгерткеніңіз дұрыс. Сіз сапалы төсек орын, көрпе жастықшаңызды таңдаңыз. Олар ауа алмастырып, теріні салқындатады. Диетаны қалпына келтірген жөн. Ақуызға бай тағамдарды көбірек тұтыну үшін тұтынылатын көмірсулардың мөлшерін азайту керек. Майлы, ысталған және ащы тағамдарды орнымен қабылдау дұрыс болады. Егер терлеу одан әрі жалғаса берсе, терапевтке барып тексеріліп көргеніңіз дұрыс. Олар барлық қажетті зерттеулер тағайындайды. Сонымен бірге оны басқа мамандармен кеңесуге жібереді. Бұл түнгі терлеудің жоғарылау себебін анықтауға көмектеседі. Одан кейін тиімді емдеуді бастайды. Түнде шамадан тыс терлеумен күресу шаралары. Егер түнде терлеудің жоғарылауы үнемі алаңдатса, оны уақытында шешу керек. Өйткені бұл науқас пен оның серіктесіне белгілі бір қолайсыздықтар туғызуы мүмкін. Жаңадан басталғандар үшін сіз тәуелсіз күрес әдістерін қолдана аласыз. Егер олар көмектеспесе, онда сіз дәрігермен кеңесуіңіз керек. Олар аурудың бар жоғын білуге көмектеседі. Қазақ тілді каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік ағайын.